18.000 ғаламтор. Бәрімізде күнделікті өмірде анда-санда, ал кейбіреулеріміз жиі жолға шығамыз. Әсіресе ұзақ жол болған соң, жолда әртүрлі жағдайлар болуы мүмкін. Соның бірі жолдағы елес. Алматының ең танымал мистикалық аңыздарының бірі Қапшағай тас жолында ақ көйлек киген қызды кездестіруге болатынын айтады. Жүргізуші тоқтаған кезде ол көзіне жас алып, оны үйіне жеткізуін өтінеді. Әрі қарай жолаушы қыз автокөлік жүргізушісінен туыстарын алаңдатпау үшін қоңырау шалуын сұрайды. Тексімнің соңында жүргізушіге қызының әлдеқашан қайтыс болғаны туралы хабарланады. Аңыздың басқа нұсқасына сәйкес, егер жүргізуші жолаушыны алса, уақыт өте келе оның аяғының орнына тұяқты байқайды. Егер сіз тасымалдаудан бас тартсаңыз, елес ұзақ уақыт бойы көлікті қуады. Бұл аңыздың тағы бір басқа ұқсас хикаясы бар. Әдеттегідей аңыздағыдай Қапшағай трассасында ауыр жүк көлігін, яғни КамАЗ айдап бара жатқан шопыр ақ көйлектегі қызды кездестіріп, оның қалаға дейін жеткізіп салу өтінішін орындайды. Біраз уақыттан соң шопыр қыздың аяғының орнына тұяқты байқайды. Бірақ шопыр таңғалғанын білдіртпей, қыздан қалай құтылу амалын ойластырады. Көліктің бір жерінде ақау бар деген сылтаумен тоқтап, қызға шелекті беріп, арықтан су әкеле қойшы қызым деп өтінішпен оны жұмсап, өзі өтірік көлікті шұқылап тұрады. Қыз арық жаққа алыстап кетті-ау дегенде шопыр сол сәтте тез көлікке отырып жөнеледі. Бірақ алданған қыз ұзақ уақыт бойы төрт аяқтап жануар секілді көліктің артынан қуып барады. Уақыт өте елес шопырдың артынан қууды доғарып, жоқ болып көрінбей кетеді. Сондай-ақ ақ киімді көлік тоқтатып тұрған қыздың елесін түнде Жандосов көшесіндегі аялдамада плодоконсервный зауытының маңында кездестіруге болады дейді. Барлық жағдайда қыз жол көлік оқиғасында жүргізушіге өлім әкеледі дейді. Кейбір адамдардың айтуы бойынша, елес қыз Жандосов көшесінде көлікті тоқтатып, Тимирязев Әуезов көшесіне жеткізіп салуын айтады екен. Мекен жайға жетіп қалғанда көлік жүргізушісі артқы салонға қарағанда, ол қыз ғайып болып кетеді екен. Бұл тылсым жағдайлардың себебін кезінде сол қыз дәл осы жерде көлік апатына ұшырап қайтыс болған. Содан әруағы тыным таппай жүр деп түсіндіреді. Ақ киімді әйелдер елестері туралы аңыздар әлемнің барлық халықтарының фольклорында кездеседі. Англия мен Германияда олар қамалда, Ирландияда орманда тұрады. Бірақ барлық жерде оны көргендердің өлімі туралы айтылады. Барлық хикаяларда елестер белгілі бір жерге байланған және қайғылы өлімге байланысты тыныштық таба алмайды. Көбінесе сүйікті адамының кінәсінен дейді. Тағы бір қалалық аңыз Ремизовка зираты туралы жинақталған. Олар түнде дұға оқып жатқан қызды көруге болады дейді. Егер сіз оған қол тигізсеңіз, сіз күйіп қалуыңыз мүмкін. Ең күдіктісі осы аңызды қанша естіген болсақ та, айтылған локацияларды қанша рет жүрсек те, көбісі мұны өз көзімен көрмеген. Ал сіздер қалай ойлайсыздар? Мұның бәрі жай ғана аңыз, қорқынышты оқиғалар ма? Бірақ жел тұрмаса шөптің басы қимылдамайды дейді. Жоқ әлде...